Сәлем достар, бүгінгі тақырып бізде қол бұлшықеттері. Қол бұлшықеттерін біз 3 топқа бөлеміз. Иық белдеуінің бұлшықеттері, иық бұлшықеттері және білек бұлшықеттері. Мен қазір сіздерге бүкіл бұлшықеттерді суреттермен түсіндіретін боламын. Ең бірінші осылай топтарға бөліп алайық. Иық белдеуінің бұлшықеттерін біз беткей қабаты және терең қабатты бетке бөлеміз. Беткей қабатына тек қана бір бұлшықет жатады, дельта тәрізді бұлшықет. Өйткені ол беткей сыртын қаптап жататын болғандықтан осылай аталады. Одан кейін бізде терең қабатының өзі дорзалды, яғни артқы бөлігінде орналасатын, және қабырғалық, яғни жауырынның алдыңғы бөлігінде орналасатын бұлшықеттер жатады. Оған мына қылқан үсті, қылқан асты, дөңгелек кішкентай, дөңгелек үлкен бұлшықеттер және де қабырғалық бөлігіне жауырын астық бұлшықеттер жатады. Мен қазақшасын айтып жатырмын, бұл жерде латыншасы тұр. Енді суреттерін көрсететін болсақ, иық белдеуінің бетке орналасқан бұлшықеттің бірі бұл дельта тәрізді бұлшықет. Міне, бұл ең бетке жатады. Одан кейінгі бізде терең орналасқан бұлшықеттерін айтып өттік. Супраспинатус, инфраспинатус деп, яғни мына жерде бізде қылқан бар, соның астында орналасқан бұлшықеттер. Мінекей алдында сүйекті айтқан кезде жауырын сүйегінің қылқаны бар дедік. Сол қылқанның астында міне инфраспинатус орналасқан. Ал үстінде супраспинатус орналасқан осылайынан. Одан кейін бұл жерде бізде дөңгелек үлкен және кішкентай бұлшықеттер бар. Міне, мынау бізде дөңгелек үлкен бұлшықет. Осылай. Одан кейін дөңгелек немесе жұмыр деп айтады. Мынау жұмыр кішкентай бұлшықет. Бұл бізде дорзалды беті, өйткені міне жауырынның артқы жағы, бірақ терең қабатының бұлшықеттер. Ал мына жақ бізде қабырғалық бет, өйткені қабырға орналасады, ал жағында соған байланысты қабырғалық бет деп айтқан. Бұл жерде бізде бір бұлшықет бар, жауырын астылық бұлшықеті деген орналасқан. Мінекей осы жауырын астылық бұлшықеті, мінекей өзі айтып тұрғандай, қабырғалық бетінде жауырын асты жағында орналасқандықтан осылай аталады. Бұл бұлшықеттердің қызметіне дейтін болсақ, барлығының дерлік қызметі бұл жерде жауырынға жақын иық буыны орналасқан, иықты әкету, әкелу, иықты айналдыру сияқты қызметтер атқарады екен. Енді бізде иық бұлшықеттерін біз алдыңғы тобы және де артыңғы тобы деп ажыратамыз. Алдыңғы тобына бізде бицепс брахи деген екі басты бұлшықет жатады. Одан кейін каракобрахиалис құстұмсық иық тәрізді бұлшықет жатады. Және де иықтық өзінің бұлшықеті, яғни 3 бұлшықетті біз алдыңғы тобында жатамыз. Ал артқы тобында 3 басты, яғни трицепс брахи және де анконеус деген шынтақ бұлшықеттерін ажырататын боламыз. Оларды суреттен көрсетеді. Енді иықтың алдыңғы топ бұлшықеттеріне 2 басты бұлшықеттер және иық бұлшықеттер, құстұмсық иық бұлшықеттер жатады. Әрбір бұлшықеттің қазақшасын и латыншасын қайталап отырайық. Мысалға бізде мына мускулус бицепс брахи деп аталады, 2 басты бұлшықет. Мінекей 2 басы болғандықтан осылай бицепс деп аталған. 2 басты деп. Одан кейін бізде алдыңғы топтарын қарасаңыздар, иық бұлшықет деп аталған. Неге? Өйткені ол тоқпаншылық, яғни иық сүйегінің денесіне орналасқандықтан. Одан кейін бізде мына құстұмсық иық тәрізді бұлшықет деген бар. Бұны немесе каракобрахиалис латынша. Неге олай аталған десек, алдында біз остеологиясында осы жауырын өткенбіз, мына құстұмсық тәрізді өсінде де тұрған. Осыдан басталып иыққа бекінген. Сол үшін де бұл осылай құстұмсық иық тәрізді бұлшықет деп аталған. Одан кейін бізде иықтың бұл алдыңғы тобының бұлшықеттері, артыңғы тобында өзі 2 ақ бұлшықет бар. Мынау бізде 3 басты бұлшықет. Одан кейін мына жерде шынтаққа жақын орналасқандықтан анконеусис деген бұлшықет орналасқан, яғни шынтақ бұлшықеті деген. Шынтақтың сыртын қаптап тұр, соған байланысты шынтақ бұлшықет деп аталған. Осы бізде иықтың артыңғы тобының бұлшықеттеріне жатады. Біз білек бұлшықеттен алдыңғы және артыңғы топқа бөлеміз. Алдыңғы тобының өзі беткей және терең бұлшықеттерден тұрады. Бұл бұлшықеттер өте көп болып көрінуі мүмкін, бірақ былай қарайтын болсақ, алдыңғы топ пен артыңғы топ бір-біріне өте қатты ұқсайтын болады. Мысалға, алдыңғы топта бізде кілеңкей бүк күштер орналасқан, ал артыңғы топта дәл сол бұлшықеттердің жазғышы орналасқан. Енді алдыңғы топ, білектің алдыңғы топ бұлшықеттері көп болып келеді. Соған байланысты оның өзін біз 3-ке бөліп қарастырдық. Себебі біз білеміз, білекте шынтақ сүйегі орналасқанын,
және де мына жақта кәржілік сүйегі орналасқанын білеміз, иә. И төменгі жағында қолбасы сүйектер орналасқан. И осы сүйектерді барлығын қозғалысқа келтіріп отырады, осы бұлшықеттер болып келеді бізде. Мысалы, соған байланысты кәржілікке байланысты бұлшықеттер, шынтақ жілікке байланысты бұлшықеттер, и қол басындағы бізде алақанға және саусақтарға байланысты бұлшықеттер деп 3 топқа бөліп тастайық. Мысалға, кәржілікке байланысты бұлшықеттерге біз иық кәржілік бұлшықетін жатқызамыз. Мускулус брахиорадиалис деп аталамыз. Бұның не үшін иық кәржілік деп аталған себебі, міне иықтан басталып, мына тоқпан жілік яғни иық сүйек қой. Одан кейін барып, мына кәржілік сүйегі ғой, соны біз тәрізді өсінісіне бекиді. Өйстіп кәржілікті қозғалысқа келтіреді. Сонымен қатар бұл жерде пронатор теріс деген бұлшықет бар. Сонымен қатар бізде плексор карпи радиалис деген, яғни білезік кәржілік бүккіші деген бар. Бұл алдыңғы топтың бәрі бүккіш қызмет атқарады. Осы білезікпенен кәржілікті бүгуге қатысатын бұлшықет. Бұл бізде кәржілікке қатысты бұлшықеттер, ал енді шынтақ жілікке қатысты бұлшықеттер өзі бір бұлшықет бар, мускулус плексор карпи луналис деген. Олай аталып тұрған себебі мінеште бізде шынтақ сүйегі орналасқан, ол көріп тұрғандай. И осы шынтақ сүйекті барып білезікпен қосып бүгуге қатысады. Одан кейін бізде қол басына әсер ететін бұлшықеттер, бұл жерде мінекей фальмарис лонгус немесе алақанның ұзын бұлшықеттері деп аталған. Бұл бұлшықеттер мінекей бастауы міне тоқпан жіліктің айдашығынан басталған күннің өзінде мінекей мына алақан бар ғой, соны қозғалысқа келтіретін бұлшықет. Ал одан кейінгі бізде бұл жерде саусақтарды қозғалысқа келтіретін бетке бүккіш бұлшықет бар. Ол бұлшықет міне қарап тұрсақ, 4 бұлшықетті, яғни 4 саусақтың барлығын қозғалысқа келтіреді. Бүкіл саусақтарды қозғалысқа келтіретін бетке бұлшықет. Білектің терең бұлшықеттеріне осы дәл саусақтардың бетке бүккіші орналасып тұр ғой, осының астында саусақтардың терең бүккіші деген орналасқан. Флексор дигиторум профунда деген сол жатады. Сонымен қатар мына бас бармақты ұзын бүккіші орналасқан. Білектің артыңғы топ бұлшықеттеріне келетін болсақ, олар жазғыш топтар. Мысалға, мынау экстенсия карпи лунарис шынтақ жілікті жазатын бұлшықет. Ал мынау саусақтарды жазатын бұлшықет. Одан кейін мына жерде кәржіліктің қысқа жазғыш бұлшықеттері деп орналасқан. Осы жерде мен сіздерге умру дегенді айтып өткім келеді. Умру деген бұл нервке байланысты. Мынау бізде қолдың алдыңғы беті, мынау артыңғы беті. Мысалға, мына жерде ульнарис нерв, яғни шынтақ нерві, көк болып тұрған жерін барлығын нервтендіреді. 5-ші саусақ пенен 4-ші саусақтың жартысына дейін. Ал нервус медианус деген ол бізде 1-ші, 2-ші, 3-ші саусақ және де 3,5 саусақты нервтендіреді екен. Бұл қолдың алдыңғы беті. Ал артыңғы бетінде радиалис бұл бізде 2,5 саусақты нервтендіреді. Осы шекараның барлығын радиалис нервтендіреді. Ұштарын медианус, яғни ортаңғы нервтендіреді. Ал ульнарис болатын болса, ол 5-ші саусақ пенен 4-ші саусақтың жартысын, яғни 1,5 саусақты сыртқы жағынан нервтендіреді. Осылай нервтендірін қарап өтсек болады.